Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен біз булочка жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысқа жылы су құямыз. Оның үстіне сұйық май құямыз. Тұз себеміз және қант саламыз. Одан соң барып ашытқы саламыз да венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және де жарты сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Ашытқы сәл көтерілген соң, оның үстіне біз жұмыртқа саламыз. Одан соң барып ұнды салып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр болып шығады. Енді жылы жерге жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Дәл осылай бізде көтерілу керек. Енді қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Әр бөлігін жеке-жеке қойып қоямыз. Жаңада әр бөлігін жеке-жеке аласыздар да ортасына кез келген салма салсаңыздар болады. Мен бүгін варенье салдым, ал өз қалауыңызша сүзбе салуға болады, әртүрлі тосаптар салуға болады. Міне видеода көрсетілгендей, дәл осылай булочка жасап шығамыз. Алдын ала 180 градусқа пешімізді қыздырып қоямыз, және булочкада 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Міне менде осындай толықтай пісіп шықты, барлық жері өте әдемі әрі жұмсақ болып шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Құрметті достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Алда әлі көптеген видеолар салатын боламын. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.